Қайырлы күнілейм. Қазір қазақ тілі сабағы өтетін тақырыбымыз дыбыс және әріп. Дыбыс дегеніміз не, әріп дегеніміз не, есімізге түсіріп алайық. Дыбысты біз естиміз құлақпен, ауызбен айтамыз. Әріпті көзбен көреміз, қолымызбен жазамыз. Қайталап айтамын. Дыбысты естиміз, айтамыз. Әріпті көреміз, жазамыз. Енді білгенімізді дәптерімізде тапсырмаларды орындау арқылы тиянақтайық, толықтырайық. Бірінші, буындардан бірнеше сөздер құрап жаз. Ай, са, на, ша, ран, бақ. Осы буындардан бірнеше сөз құрастырып жазуымыз керек. Айна, сана, шана, сабақ, айран, бақша. Мен мынандай сөздер құрастырдым. Ал сен әлі өзің құрастырып та көруіңе болады. Немесе осы сөздерді де көшіріп жазуыңа болады. Келесі тапсырма. Сөздерді оқы, үлгі бойынша әріптерін қосып жаз. Қандай сөздер берілген екен? Бірге оқып көрейік. Мектеп, тәртіп, жапырақ, топырақ, құрақ, доп, жауап, тірек, жүрек. Үлгі беріліпті, қане көрейік. Мектеп, мектебі. Енді қараш, әріпін қосқан кезде п әріпіміз б-ға айналып тұр екен, е? Енді жапырақ деген сөзді көрейік. Жапырақ, әріпін қосамыз, жапырақ болды, е? Енді қара, қ ға айналып тұр екен. Енді тірек деген сөзді көрейік. Тірек, тірегі болады екен. Қымыз г-ға айналып кетіп тұр. Сонда п, қ, к әріптері, мен әріптері жалғанған кезде осындай өзгерістерге ұшырайды екен. Міне, үлгі бойынша мен саған осы сөздерді жазып шықтым. Қанеке, қайталап оқып көрейін. Тәртібі, жапырағы, топырағы, құрағы, добы, жауабы, тірегі, жүрегі. Үшінші тапсырмада берілген сөздерді көшіріп жаз. Осы сөздердің ішінен 2-3 сөзбен сөйлем құрастырып жаз. Жан-жануарлар қалай дыбыстайды? Мен мысал ретінде бақа мен тоқылдақты алдым. Бақа бақылдайды деп жаздым. Тоқылдақ тоқылдайды. Ал сен өзін ойланып көр. Осы жануарлардың ішінен қай жануар саған ұнайды? Соған байланысты сөйлем құрастырып жаза қой. Қазақ тілі сабағы аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.